Бүгін үйге қоныс аударып келген көршіні қонаққа шақырып жіберейік. Сен дастарханыңды жая қой. Мен мына арқанды есіп дайындап қояйын. Қонағыңыз келді. Иә, қонақ келе жатқан сияқты. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Төрлетіңіз, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Біз орыс ұлтының өкілдеріміз. Менің есімім Фариза, баламның есімі Тамерлан. Өз қолымен блины дайындап, сізге дәм татуға келіп отырмын. Рахмет. Ішіп өтіңіз, дәм татыңыз. Жақсы қоныстан жатырсыздар ма? Иә, жақсы. Ауылыңыздарыңыз тамам ба? Жақсы келдіңіздер ма? Келін, мұнда етіңді сала қой қазаныңа. Жақсы. Аға, сіз не істеп жатырсыз? Мен балдарыма ала жіп дайындап жатырмын. Ойынға ала жіп есіп отырмын. Қане сізге көмектесейін? Кет, ұстап көмектесе ғой. Сіз мына жағын ұстай қойыңыз. Ай, енді сіздер де үйреніп кетесіздер ағай. Өстіп. Біздер қазақ салт дәстүрін құрметтейміз. Рахмет ағайын қазір. Құрметтеген. Қазақтың түрлі ұлттық ойындары бар. Соның ішінде асық ойнау бар, бес тас бар, арқан тартыс бар, өгіз тарту бар. Кәне онда әділетпен темірландар өгіз тарту ойынын ойнатып жіберейік. Ойынның шарты мына арқанның ішінде екі баламыз тұрады. Екеуі екі жаққа тартады. Мына ортадағы сыздықтан қайсысы өтсе, сол жеңіс бату бар. Кәне. Міне осылай. Ата, апа, рахмет. Бізді жылы қарсы алдыңыз. Қазақтың салт дәстүрлерін біліп өте қуандым. Өзімізді көтен жеріміз туғандай сезіндім. Сізге де рахмет. Сізге де рахмет. Үй осы келіп тұрасыздар енді. Келіп барып тұрады. Ауыз бірлік бар болсын. Берекесі тасысын. Тату тәтті халқымыз бақыт-дәулетке батсын. Басымыз молайсын. Ынтымағымыз жарассын. Әр шаңырап шаттыққа, қуанышқа тола берсін. Балаларымыз аман болып, болашағы жарқын болсын. Елімізде әрдайым бейбітшілік заман болсын. Әумин.